Әмеңгер. Авторы Гүлжан Казимова. Әскерге аттанардан бір күн бұрын Сабыр Қаройға қарай құстай ұшты. Әкесіне көмекші болып жүрген Айзаттың таңғы 6-да қой өргізіп шығарын жақсы біледі. Қаройдың жазығы біткесін басталатын үлкен жотаның биігіне шығып алып, сонау алыста сағыммен бірге ағараңдаған қой ауылға тағатсыздана көз тігеді. Әлден уақытта көрінді-ау күткен салт атты. Алдында бір қора қойы бар Айзат малды асықтырмай жайлап қайырып келеді. Анда-санда табынан жырақ шыққан қозылақты «Хайт, хайт!» деп қайырып қояды. Таңғы жаңғырық қыздың нәзік дауысын алысқа іліп ала жөнеледі. Алдындағы жотаға көзі түскен Айзаттың қуаныштан жүзі бал-бұл жанып шыға келді. «Сабыр! Сабыры ғой анау! Дәл өздері белгілеген кездесетін дөңнің үстінде тұр. Қолын бұлғайды. Маймаңдай жайылған малдың жүрісіне шыдамы таусылған қыз табынды жотаға қарай қиялата дедектете түсті. Жотадан жүгіріп түскен Сабыр Айзатты аттан көтеріп алды. Көптен көріспеген екеудің шөліркеген ыстық, албырт еріндері бірін-бірі асыға аптығай маласып, ыстық сүйіске көміле берді. Сабырды әбден сағынған Айзат денесін қаусыра сипалап, үйіріп әкеткен қарулы қолдың ырқына көне берді. Мамырдың таңғы самалы екеудің бойындағы лап ете түскен құштарлық сезімнің отын үрлей түсті. Байланыстың нашарлығы ма, әлде аудан мен қой ауылдың шалғайлығы ма, Сабыр әскерге кеткелі 3 ай өтсе де әлі хат жоқ. Орналасып үлгермеген шығар. Алғаш барғанда карантин деген болады. Сонысынан шыға алмай жатқан болар деп өзін-өзі жұбатып қояды. Кеше қой ауылға төлшілер келді. 5 жігіттің біреуі Сабырдың ағасы Қанат. Екеуі соншалық ұқсас. Сабырды сағынған қыз кейде шай үстінде Қанатқа елжірей қарап қатып қалатын. Көз алдында ұмытылмас ләззат сыйлап кеткен Сабырдың алаулаған жүзі келеді. Сол кезде бойын ессіз құштарлықтың толқыны билеп, маңдайынан суық тер бұрқ ете қалады. Денесін, әсіресе кіндігінен төмен ұйытып кеткен белгісіз бір сезімді әрең ілкіп қалады. Қанаттың өзін жиі жағалай бастаған сезіп жүр. Сылтау тауып мұнымен жиі кездесіп қалады. Ал Сабырдан болса хат жоқ. Қанаттан сұрауға батпайды. Алыс қой ауылда жатқан ол да аудан жақтағы өмірден бейхабар. Не айтар дейсің деп қыз жүрегі мұңая қалады. Маусымның алғашқы күнінен бастап қыз жүрегіне әлде бір күдік кірді. Айдың алғашқы аптасы аяқталып қалды. Аяқ ауырлап қалмаса етті. 2 күн бойы жүрегі айнып, одан сайын саса бастады. Таңертеңгі асқа қарай алмай, лоқси жөнелген бүгінгі жайы бәр үмітін үзіп тынды. Енді қайтпек? Әкесі сетсе, ат бауырына салып сабайды. Діні қатты адам. Ауыл арасында жиіліп кеткен мұндай жайды естіп жүрген анасы ескілікті тәрбие алған. Әйел баланың оң жақта отырып бала тапқаны сүйекке таңба. Ат ататтырып сүйек сындырт деген жаман атақ сол деп отыратын. Шешесі кешпейді бұл қылығын. Әбден басы қатқан Айзат біресе Сабырды кінәлайды. Біресе жігітке тоқтау айталмай дегеніне көне берген өзінің ессіздігін қарғап, жер жебіріне жетеді. Болар іс болды, бояуы сіңді. Қалайда бір әрекет ету керек. Алдырып тастауға бейгүнә шарананың обалынан қорқады. Қартейгенде әке шешесін айналадағы қойшылардың салпетек әйелдерінің өсегіне жем етіп, тірідей өлтірерін ойласа, өмір сүргісі келмейді. Істерге амалы жоқ. Шарадай басы шақшадай болды. Еш нәрсе ойлап табуға қабілеті жоқ Айзат бейжай отыр. Осы кезде марқайып қалған қозыны құшақтап, мал қорадан шығып келе жатқан Қанат бұған қолын бұлғады. «Қанат!» Салы суға кеткен қыз қарманарға қара тапқанына қуанып кетті. Өзін 2 оттың ортасына тастап кеткен Сабырды қиялмай, жылай да жылай отырып, ұятын ойлаған Айзат бір шешімге келді. Өзіне ұнатып қалған кісідей елжіреп қарайтын Айзат жағымдап кетсе, қобыжық көрген еліктей едірие қалатын. Соңғы кезде өзіне бір түрлі жылылық танытқандай ма қалай? Қыздың бұл қылығы Қанатты үміттендіріп жіберді. Сүйкімді қара торы қызды бірден ұнатып қалды. Табиғаты тұйық жігіт сезімін білдіруге имене берген. Қыздың өзіне кетер емес екен сездіргелі бері бойында батылдық пайда болды. Қозыларды қарауды ұмытып, олар ұйлығып жетеу бірдей өліп тынған бір түн бәрін шешті.
Арада апта өткесін ауылға атпен барып қайтқан, Қанатпен ілесіп келген әке шешесі Айзатқа құда түсіп қайтты. Әскери дайындықта болып 3 айдан кейін ғана хат жазуға рұқсат алған Сабыр алғашқы 2 хаттың бірін Айзатқа арнады. Үйдегілерге мекен жайын білдіріп хабар жіберді. Арада аз уақыт салып, үйден келген хаттың ішінен шыққан ағасы Қанаттың үйлену тойына түскен суретін көріп, төбесінен жай түскендей болды. Өзінің хатын асыға күтіп жүр деп сенген қалыңдығы туған ағасына әйел болып жатса, мұнан асқан солдат үшін соққы бар ма? Не болғанын білгісі келіп, Айзатқа хат жазуға қанша оқталса да, оның өз үйіне баратынын, хаттың да ағасының қолына тиерін ойлап, ол ойынан еріксіз бас тартты. Қанаттың өңді екені рас. Тек өзін айырбастауға басқа еркек кіндік таусылғандай, жан тәнімен сүйген әлі де болса, ұмыталмас Айзаттың туған ағасын таңдаған қылығына түсіне алмай күйінеді. Шытырманы көп әскери өмір жігіт жүрегінің жарасын жаза бастады. Дегенмен де сүйгенін басқаға қиялмас, қайран көңіл әлі де қиналып кетеді. 2 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Қайтуға 2 аптадай ғана уақыт қалды. Осы тұста елден жеткен қаралы шетел хат Сабырды уақыты бітпей әскер қатарынан босатты. Ағаң қайтыс болды, тез жет, деген 5 сөз жүрегіне шаншудай қадалды. Қанатым, жанағам, өкпеге тіпті қызғанышқа да қиып жіберген тете өскен ағасын өлімге қиялмай ұзақ жылады. Дәл шығарар күні жаназасының үстіне жеткен Сабыр бауырымдап боздап келіп, киізге оралған ағасының мәйітіне өкіре құлады. Бұл көрініс жаназаға жиналған жұрттың көңілін босатып, көзіне жас алмаған пенде болмады. Мәйіттің жанында отырған Айзат сол сәтте талып түсті. Сылқ етіп құлап бара жатқан жас келіншекті байқаған Сабыр, жас жуған жанары тұманданып демей берген. Бұл сылқ еткен жас денені көтеріп алып, олардай шулап жылаған елдің арасымен алып өтіп, үйге кіре берістегі төсекке шалқасынан жатқызды. Келіншектің Айзат екен сонда барып таныды. Нашатыр спиртін ескеткен соң, селк етіп көзін ашқан Айзат, Сабыр деп күбір етті де, қайта талықсып кетті. Қанаттың қырқын беріп, зират басына барып қайтқан көптің соңында ілбіп келе жатқан Айзат өз ойымен арпалысуда. Өзінің ар ұятын үнсіз көтеріп алған Қанаттың байыпты, ақылды жүзімен Сабырдың күн сайын көретін жауап күткен сұрайлы жүзі кезек алмасып жанына маза берер емес. Үйленгеннен кейін 7 айда 9 айлық балпанақтай ұл туған бұның жанын қинап бас артық бір сұрақ қоймап еді жарықтық. Кешкісін ұйықтап жатқан сәбидің жүзіне үңіліп, өзіне ұқсастық іздеумен болатын. Арман Қанатқа қатты ұқсап туды. Тек сәбидің егіндегі терең ойық пен оң жақ бетіндегі терең шұңқыр Айзатта да Қанатта да жоқ еді. Ол екеуі де арманға айнымай қонған Сабырдың белгілері болатын. Бұл ұқсастықты Сабырдың өзі де байқаған сыңайлы. Өткенде есік алдында ойнап отырған Арманды алдына алып, оның иегіндегі ойық пен бетіндегі шұңғылды сипап, дәл сондай өз бетіндегі белгіні басып көріп, ойланып отырған үстіне түскен еді. Өзін байқап қалған Сабырға жұмбақтау жымиып бас изеп өте берді. Қанат қайтқалы бері Арман да Сабырдың қойнынан шығар емес. Сәби жүрегі сезе ме, кім білсін. Өткен жолы телевизор көріп отырған Сабырды папалап барып алдына шығып отырып алды. Ештеңеден хабар жоқ қарттар. Құлыным-ай, Сабырды папасына ұқсатып жүрау. Алда қарғамай деп күрсініп, көз жастарын сығып алды. Бірі қайны, бірі жеңге болып сүйіскен 2 жүрек бір шаңырақ астында, 2 бұрышта аһ ұрды. Көзден кетіп, көңілден суыған, 2 жыл серік болған Қанат келіншек үшін ұмыт бола бастады. Оның есесіне көз алдында жүрген Сабыр күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырды. Қанатпен өткен 2 жылда әйел болып, Сабыр сыйлаған алғашқы төсек ләззатындай сезімді сезініп көрген емес. Кейде Сабырдың ыстық құшағы түсіне еніп, түсінде ғана рахат табатын. Өзінің Сабырды әлі де ессіз сүйетінін жарықтық күйеуі тірі күнінде мойындап, қайнысын келер уақыты жақындаған сайын бойын бір қорқыныш билеп алатын. Інісі мен әйелінің арасындағы бұл байланыстан бейхабар болса да, Құдай солай шешті ме,
Әлде маңдайына жазған ғұмыры келте болды ма? Әйтеуір Қанат аз ғана қиналып, бұл өмірден бас кешті. Бірақ аптада аузы мұрнынан қан кетіп, өмірден өтті де кетті. Ауданда мұндай жас өлімдер көбейіп кетті. Бір жағы Семейдің полигоны, бір жағы мұна тиіп тұрған Тарбағатай тауларының ар жағындағы Қытайдың Лабнор деп аталатын атом полигонының әсері дейді жұрт. Кімді қандай тағдыр күтіп тұрғанын бір Алла біледі. Ал өзі бүгін екі аттам жерде, қабырғаның ар жағында жатқан сабырдың ыстық демін аңсап, бойын жайлап алған құмарлықпен алысуда. Азат аңсап сансыраған әйел санасы анда-санда селт етіп, көмескілене бастаған күйеуінің әруағынан кешірім дәметіп, «Кешір, Қанат, кешір» деп күбірлеп кетеді. Ата енесі бүгін таңғы салқынмен ат арбасын жегіп, көрші ауылдағы кіші қыздарына кетті. Бүгінде жанар жағармайдың тапшылығынан ауылдағы жұрттың бәрі темір тұлпарларын қаңтарып қойып, көбіне ат арбамен жүретін болған. Екі ауылдың ортасына жастар атты жегіп алып, такси ретінде де ақша тауып жүр. Техниканың даму шегіне жеткен 20 ғасырдың аяғында шалғайдағы қазақ ауылдарында осындай жайлар болып жатады. Қарттарды аттандырып салып, сиырын сауып, малды үйдің сыртына өргізіп жіберді де, жантая тұрмақ болып өз бөлмесіне қарай өте бере, сол жақтағы сабыр жатқан бөлменің есігінен қалай енгенін өзі де білмей қалды. Кеудесін жалаңаштап тастап, таңғы тәтті ұйқы құшағында жатқан сабырдың өзі жақсы көретін егіндегі ойықты сипамаққа қолын апара берді. Сол сәтте сабыр келіншектің білегінен ұстай алды. Қарулы қолдың қарымына қарсылық жасауды ойламаған Айзат еріндерін ашып, көзін жұма берді. Енді бір сәтте жалындап жатқан жігіттің құшағы мен толықсыған келіншектің шиыршық атқан денесі сезім толқындай болған көк торғын көрпенің астында біресе асау толқындай тулап, біресе жай ғана бүлкілдеп жатты. Әбден тоят тауып шаршаған, ұғысқан екеу бір-біріне еркелей жымиысып, құшақтарын қайтып айырмастай қаусыра түсті. Асып табысқан қос жүрек бірге соғып, бірге тыныстап жатты. Достар, осымен бүгінгі әңгіме тамам. Егер сізге әңгіме ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыз. Сол кезде алдағы шығатын әңгімелерді құр жіберіп алмайтын боласыз. Каналымда бұдан да басқа қызықты әңгімелер бар екен, ұмытпаңыз. Каналыма кіріп, басқа да әңгімелерді тыңдай кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болайық.